Сәлеметсіздер ме оқушылар? Шеңбердің ұзындығы және оның доғасы жайында тақырыпты қозғайтын болсам, шеңбердің ұзындығы мына жерде, яғни шеңбердің ұзындығы дегеніміз берілген шеңберге дұрыс, яғни көп бұрыштарын салу арқылы табуға болады. Мына жерде көп бұрыш, яғни үш бұрыш бар, төрт бұрыш бар, бес, алты, жеті, яғни n бізде көп бұрышты бұрыштарды салу арқылы таба аламыз. Так, яғни мына жерде ішке сызылған дұрыс көп бұрыштары қабырғалары саны бізде шексіз болғандықтан, және біз оның периметрі шексіз болатынын дәлелдей аламыз. Мысал ретінде міне берілген шеңберге төрт бұрыш сызылған. Бірінші шеңберіміз центр О1, екінші шеңберіміз центр О2 болсын. Так, бірінші шеңбер центр О1, радиусы R1 екен, екінші шеңбер центр О2, радиусы R2 екен болсын. Осы жерде шеңберлердің ұзындықтары, яғни қатынастарын қараймыз. Бірінші шеңбердің ұзындығы S1, екінші шеңбердің ұзындығы S2, мен олардың радиустардың қатынасына, яғни R1, R2-ге қатынасына тең болады. Яғни бірінші шеңберде мына екінші шеңбердің ұзындығы. Олардың радиустардың қатынасына тең. Келесі, яғни периметрі көп болған сайын, қабырғасы шексіз n болған сайын ұзындығына тең. Яғни біз теорема бойынша, яғни периметріне көп болған сайын, яғни біз ұзындықты периметр деп теңестіруге де болады. Яғни P1 бірінші периметрінің қатынасы екінші екен, радиустардың қатынасына тең болады. Шеңбердің ұзындықтары оның диаметрінің қатынасы, шеңбердің тәуелсіз барлық шеңберлерді бірдей ортақ деп қарастырсақ, яғни С тең шеңбердің ұзындығының формуласы тең 2πr. Яғни осы формула қалай шыққаны жайында қарастыру керек. Яғни С тең, мына жақтағы пропорция жасаймыз қазір. Яғни С1 тең С1 бөлімінде R1, келесі С2-ның R2-ге қатынасы. Яғни осы жерде біз барлығын екіден бірге көбейтіп береміз. Екіден бірге көбейтіп береміз. Сонда осындай С1-ның 2 еселенген радиусқа тең, екінші шеңбердің ұзындығы 2 еселенген радиусқа тең болады. Так, бұл дегеніміз екі радиус құралады, ол диаметр дейміз. Яғни ұзындығы ол диаметр дейді. Мына жақта да екінші шеңбердің ұзындығы диаметрге қатынасына тең. Ал ол дегеніміз, яғни ұзындықты диаметрге бөлетін болсақ, бізде пи деген шығады. Оның жуық мәнін сіздер білесіздер. Яғни пидің мәні тоқтағанда 3,14. Так, яғни міне шеңбердің ұзындығының формуласы шығып тұр. С тең 2πr. Так, енді біз доғаның ұзындығын табатын болсақ, мына жаққа доғаның ұзындығын жазып өтейін. Осы центрден мына жақтағы шеңбердің бойындағы екі нүкте мен оның арасындағы бұрыш альфа дейміз мына жақта. Альфа бұрышы. Так, мына жақта А нүктесі, Б нүктесі. Яғни АБ доғасы, доға деген символын белгілеп, АБ доғасы, яғни доғаның ұзындығын табатын болсақ, L тең пи R L бөлінген 180 градус. 180 градус. Яғни доғаның ұзындығында болатын болсақ, пи R көбейтілген альфа бөлінген 180 градус. Так, енді осыған мысал есептер қарастыра өтейік.
доға АБ доғасы. АБ доғасының ұзындығы 2 пиге тең. Яғни АБ доғасының ол L бізге ұзындығы 2 пиге тең болсын. Бізге табу керек центрлік бұрыш, радиустағы центрлік бұрышымыз 70 градус. Так, арасындағы бұрыш 70 градус. Сызбасын жазатын боламын. Табу керек бізге радиус. Бұл бізге бірінші мысал. Бірінші мысал. Так, шеңбер жазатын боламыз мына жерге. Шеңбердің центрі 10 нүктесі. Шеңбердің бойында жатқан екі нүкте АБ нүктесі. Мына жерге АБ нүктесін алайық. Центрлік бұрышымыз 70 градус. Мыналарды қосатын болсам, арасындағы бұрышымыз 70 градус. Яғни АБ доғасы 70 градус. Мынау бізде АБ доғасы. Так, енді бізге табу керек радиусын. Біз қолданамыз L тең P R бұрыш жазықта арасындағы бұрыш бөлінген 180 градус. Так, P бізде басында ұзындығы 2 пиге тең еді. 2 пи тең P көбейтілген радиусымыз бізде белгісі. Көбейтілген арасындағы бұрыш 70 градус. Так, бөлінген 180 градусқа. Осы жерде пилер қысқарып кетеді. Радиусы табатын болсақ, пропорция 2-ні көбейтеміз 180-ге. Бөлеміз 70 градусқа. Яғни біз сол шеңбердің радиусын табатын боламыз. 180 көбейту 160 бөлінген 2, ол 5. Яғни 5 сантиметр, ол бізде радиусымыз 5 сантиметр. Сонда ОБ мен ОА бізде радиус болды. Оның ұзындығы 5 сантиметр. Келесі есеп мындай болсын, екінші есеп. Шеңбер берілген, шеңбердің ішінде жатқан бізде үш бұрыш пайда болды. Бұлай. АОБ бұрышы. Мына жердегі бұрышымыз 60 градус болсын. 60 градус. Бізге табу керек доғаның ұзындығы. Доғаның ұзындығын формуласын сұрайық. L тең бұрышымыз және де 180 градус. Біз білеміз, бір бұрышы, яғни радиус термінде тең деп өттік басында. ОБ мен ОА тең болғандықтан, яғни мына жерде 60 градус, яғни біз бөлеміз бұрыштардың қосындысы 180 градус. Яғни бұл бізде тең қабырғалы үш бұрыш екен. Мына жақта есептің шартында байытылған шеңбердің үлкен доғасының ұзындығын табыңыз. Үлкен доғасының ұзындығы, ол бізде мынау. Үлкен доғасының ұзындығы. Кіші доғасының ұзындығы, яғни бұрышы ол бізде 60 градус болды. Яғни үлкен доғасының ұзындығын, яғни бұрышын бұрыш табатын болсақ, 360 градустан азайтамыз 60 градусқа тең 300 градус. Яғни мына жағымыз бізде 300 градус деген сөз. 300 градус. Үлкен доғасы. Енді ұзындығын табатын болсақ қарағанда. L тең. Мына жерге альфаның орнына 300 градус жазамыз. 300 градус. Радиусымыз. Есептің басында радиус берілген. Мына жақта 8 сантиметр. Радиусымыз 8 сантиметр. 8 және пи саны бөлінген 180.
Осы жерде қысқартатын болсақ мыналарды тең болады 40 пи бөлінген 40 пи бөлінген 3. Так, оны есепке қоятын болсақ 440-ты көбейткен 3,14 бөлінген 3. Так, яғни доған ұзындығы 41,86 сантиметр. 86 сантиметр. Яғни үстіңгі доған ұзындығы ол бізде 41,86. Так, яғни тақырыптың түйінін табатын болсақ, яғни ұзындығын, шеңбердің ұзындығын табатын формула 2 пи r бізде. Одан кейін доған ұзындығын табатын болсақ, және біз жаздық пи r көбейтілген альфа бөлінген 180 градус. Осы шеңбердің ұзындығы және шеңбердің доғасының табатын формула. Так, мына шеңбердің доғасының формуласы ол қайдан шыққан деп айтатын болсам, яғни ұзындық қараңыздар 2 пи r көбейтілген, және бізде шеңбердің ол 360 градус. Ол дегеніміз 1 градус есептейтін болсақ, ол 360-тан 1 ғой. Так, мына жақта бұрышымыз, яғни 360-пен 2-ні қысқартатын болсақ, сонда альфа тең пи көбейтілген радиус көбейтілген бұрыш және бөлінген 180 градус шақырады. Бұл яғни бізде доғаның ұзындығының формуласы.